Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату, қадірмен жамағат. Енді бүгінгі қозғай тұрған тақырыбымыз ислам шариғатындағы бала емізу мәселесі. Енді білесіздер, Құран кәрімде бүткіл нәрсенің үкімі егжей-тегжейлі айтылған. Енді Бақара сүресі 233 аятта Алла тағала былай деп айтады: аналар сәбилерін толық 2 жыл емізсін дейді. Бұл үкім баланы толық әрі жақсылап емізгісі келгендер үшін дейді. Бала емізетін аналарды ас ауқат және киім-кешекпен шариғатқа қайшы келмейтін қоғамдағы ғұрыпқа сай лайықты түрде қамтамасыз ету баланың әкесінің міндеті болып табылады. Ешкімге шамасынан тыс міндет жүктелмейді. Ана да әке де бала үшін зиян шекпеуі керек. Яғни баланы пайдаланып анасына немесе әкесіне зиян келтіруге болмайды. Егер баланың әкесі бала емшектен шықпай жатып қайтыс болса, онда ана мен баланы асырау әкенің мұрагеріне жүктеледі. Алайда ата-ана разылық білдіріп өзара ақылдасып баланы емшектен ерте шығарамыз десе, екеуі де күнә арқаламайтын болады. Егер балаларыңды сүт ана жалдап емізуді қаласаңдар дейді, онда сүт анасының ақысын қоғамдағы ғұрыпқа сай ренжітпей тиісінше төлейтін болсаңдар, мұндай жағдайда да күнә арқаламайсыңдар дейді. Аллаға қарсы келуден сақтанып, тақуалық шеңберінен шықпауға тырысыңдар. Һәм біліп қойыңдар, Алла не істеп, не қойып жүргендерінің барлығын толық көріп бақылауда дейді. Енді осы аятқа тоқтала кететін болсақ, бұл аяттан шығатын үкім бойынша бірінші үкім: некеде болсын немесе ажырасқан болсын, барша аналар өзінің балаларын 2 жыл емізуі керек. Бұл үкім бала емізуді доғаруды қалаған аналар үшін. Егер де ажырасқан болатын болса, немесе әкесі дүниеден озған болса да, жаңағындай баланы 1 жыл емізіп қана тоқтап, болды, мен емізбеймін, ары қаратай жұмысқа шығамын, немесе еңбек етуім керек, мен бала емізу жұмысыма кедергі дейтін болса, ондайға рұқсат жоқ. Баланы міндетті түрде 2 жыл емізу керек бұл үкім бойынша. Одан кейін әкенің мойнына ананың және баланың нәпақасы, киім-кешегі жүктеледі. Бұл уәжіп. Бірақ бұл нәрселер әкенің шама-шарқына қарай жүктеледі. Андай люкс дәрежеде қамтамасыз ету шарт емес. Өзінің айлығы, жалақысы қанша дәрежеде көтере алады, қалтасы қанша дәрежеде көтере алады, сол мөлшерде нәпақасын қамтамасыз ету керек. Одан кейінгі мәселе, әке қайтыс болған жағдайда бұл міндеттер әкенің мұрагеріне немесе жақын туыстарына міндеттелінеді нәпақасы. Егер ата-ана баласын 2 жылға толық жеткізбей емшектен шығарғысы келсе, онда бір шарт орындалу қажет. Екеуі де разы болу керек. Әке де разы болу керек, ана да разы болу керек. Егер де әке разы болмай, ана өзінің жанындай еркіменен мен 1 жылдан кейін болып тоқтатам дейтін болса, ана күнәға батқан болып табылады, яғни күнәһар болып есептелінеді. Одан кейінгі мәселе, егер әке баласын өзін туған анасынан басқа сүт анаға беруді қалайтын болса, онда сүт анаға толықтай ақшасын төлеу керек. Әр емізгеніне, мәселен, 1000 теңге деп тағайындай ма, 1000 теңге тағайындап төлеп тұру керек. Одан кейін 1000 теңге дейтін болса, қосымша тағы да үстіне үстемелеп ақша бергені жақсырақ дейді ғалымдарымыз айтады. Неге? Себебі баласына жақсы қарау үшін дейді. Енді шариғатта не үшін 2 жыл баланы емізу қажет дейді? Енді ең жаңа зерттеулер бойынша ана сүтінің пайдасы орасан көп екендігі айтылады. Пайдасының орасан зор екендігі айтылады. Біріншісі, ана сүтіндегі витаминдер сиыр сүтіндегі витаминдерге қарағанда 40 есе жоғары тұрады екен. Мәселен, әсіресе таурин деген қышқыл бар екен, ол 40 есе жоғары екен сиырдың сүтінен қараған кезде. Бұл таурин деген қышқыл мидың дамуына өте үлкен зор рөлі бар екен. Яғни баланың зерек және де алғыр, есепке мықты, берік болуын қалайтын болсаңыздар, балаларыңызды 2 жыл емізулеріңіз қажет дейді. Одан кейінгісі, ана сүтінің ең күшті микробтарды жою қабілеті бар екен ана сүтінде. Одан кейін ана сүтінде витаминдердің көптігі себебінен микробтардың көбейіп кетуіне тосқауыл болады екен. Одан кейінгі мәселе, ана сүтінде вирустарға қарсы қорғаушы элементтер көп. Одан кейін ана сүтінде семіздікке және қан тамырларының қатаюына қарсы элементтер бар. Қазіргі таңда Қазақстанымызда азаматтардың көбі семіздікпен ауырады.
сол семіздіктің алдын алу үшін балаға жастайынан 2 жасқа шейін толықтай анасының сүтін емген кезде осы аурудың алдын алуға болады екен. Одан кейінгі мәселе, баланы 2 жыл бойы толықтай емізу ана денсаулығына да пайдасы бар екен. 2 жыл бойы емізу ананың денсаулығына да пайдасы бар екен. Мәселен, ана баласын 2 жыл бойы емізетін болса, мынау ананың көкірегіндегі рак ауруына қарсы болады екен. Рак ауруының алдын алады екен. Одан кейінгі мәселе, баланы ерте емшектен айыру, баланы ерте емшектен 1 жастан немесе 6 айдан немесе 7 айдан ерте айыру баланың рухына және де психологиясына қатты әсер етеді екен. Мәселен, бала ашушаң болады, бала жаңағындай ұрысқақ болады. Бұның себебінің барлығы жастайынан сәбилігіндегі 2 жылдық сүтке ананың сүтіне тоймағандығының есебінен. Альхамдулиллахи роббил алямин, уассалату вассаламу аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Алла разы болсын.